Сәлем құрметті достар, бүгінгі видеода біз электр тоғының қалай шығатынын талдаймыз. Қарапайым сөзбен түсіндіруге тырысамын. Электрлік күш дегеніміз не, соны айтамын. Және осы құбылыстарды біз электр тоғы шығар кезіндегі құбылыстарды физика жағынан қарастырамыз, талдаймыз. Бұл сұраққа жауап беру үшін біз басынан бастаймыз. Заттың құрылысынан. Заттар молекуладан тұрады. Молекула атомнан тұрады. Атомның ортасында ядросы болады. Және оны айналып тұратын электрондар болады. Ядроның ішінде протондар болады, оң зарядталған. Нейтрондар болады. Оның заряды болмайды нейтронның. Ядроны айналып тұрған электрондар теріс болады. Тыныштық жағдайда атомда электрон мен протонның саны бірдей болады. Ядроның қасында электрондарды айналдырып ұстап тұратын күшті электр күш деп атайды. Тағы бір табиғаттың бір заңдылығы бар. Бірдей зарядтағы заттар бір-бірінен алыстайды. Ал әртүрлі зарядты бар заттар бір-біріне жақындайды, тартылады. Осында бір қызық заңдылық бар. Мысалы ретінде 4 электроны бар, 4 протоны бар атомды алайық. Сыртқы күштердің әсерінен сол атом бір электронын жоғалтып алды делік. Ол атомда тепе-теңдік жойылды. Ол атом енді не істейді? Оған электрон қажет. Ол басқа бір атомның электронын өзіне тартып алады. Осындай электрондардың қозғалысы әсерінен электр тоғы пайда болады. Яғни бір атомнан екінші атомға электрон қозғалды. Электр тоғы дегеніміз зарядталған бөлшектердің бағытталған қозғалысы. Зарядталған бөлшек ол электрон болып саналады. Осындай жоғалған электрондар көп болған жағдайда ол өткізгіш жақсы өткізгіш болып саналады. Яғни ол өткізгіштен электр тоғы өте жақсы өтеді. Ондай өткізгішке мысалы металдардың көп түрін жатқызуға болады. Оған алтын жатады, мыс жатады, алюминий жатады. Үйде электр тоғын өткізу үшін біз мыс сымын қолданамыз, әлде алюминий сымын қолданамыз. Бұл видеода тек біз электр тоғын атом деңгейінде қарастырдық, қалай шығатынын. Келесі видеода біз электр тоғының түрлері, яғни айнымалы тоқ, тұрақты тоқты қарастырамыз. Оның айырмашылығы, ұқсастығы, қалай шығатынын қарастырамыз. Барлықтарыңызға рахмет. Кімге ұнады видео, лайк басып, бізге жазылыңыздар. Сау болыңыздар. Рахмет.